соңғы оқыған дәрісте Алла елшісінің соңғы қажылығы және ол жерде айтқан хұтпасы және де Алла елшісінің кері Мәдина қаласында келіп оралғаннан кейін ең алғашқы жасаған жұмысы Усама ибн Зайд, Алла оған разы болсын, сахабаны Рим еліне қарай әскерді дайындатып, оған әскер басы қылып тағайындап, тапсырмамен жіберген болатын. Сол кезде көптеген қаладағы мұнафықтар пайғамбарымызға бұл істің қате екендігіне, өздерінің қарсы тұратын екендіктерін айтып отырды. Бірақ та пайғамбарымыз ортаға шығып, өзінің хұтпасын оқып, уа халайық, мен қандай да бір істі жасайтын болсам, бұл іс өте жақсы, Алланың атымен ант етейін, бұл Усама бұл істің мүддесінен шыға біледі. Өйткені кезінде сендер әкесінде басшылыққа тағайындаған кезде қарсы келіп едіңдер, бүгін дәл соны қайталап жатсыңдар. Мен өсиет етемін, бұл араларындағы маған ең жақын болған адам бұл істі орындайды деп айтқан болатын. Сөйтіп адамдар дайындалып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұхажирлік, ансарлық сахабалардың барлығы қаладан сыртқа шығып, Журф деген жерге жайғасты. Бұл шамамен Мәдина қаласынан 5 километр қаланың сыртындағы елді мекен. Сол жерде Усама әскерді ұстап, пайғамбардан толық үкім шығуын күтіп отырған еді. Бүгінгі дәрісімізде Алла елшісінің ауырып жатуы, немесе пайғамбарымыздың ауруының асқынуы деген тақырып. Міне осы кездерде Алла елшісінің ауырып бастаған кезі еді. Әскер қаланың сыртында пайғамбарымыздан бір үкімді толық күтіп отырды, ал Алла елшісі қалада ауруы басталып кеткен еді. Бұны бізге ары қарай оқиғаны Ибн Исхақ, Ибн Саад атақты тарихшы, сира ғалымдары Абу Муайхиба деген Алла елшісінің бір қызметкері бар, содан оқиға келіп жетеді. Абу Муайхиба айтады: бір күні түннің ортасы болған кезде Алла елшісі маған адам жібертіп, мені іздеп шақырды. Мен Алла елшісіне бардым. Сонда айтты Алла елшісі: ва Абу Муайхиба, маған Алла тағаладан бұйрық берілді, бақиқта жатқан кісілерге кешірім тілеу үшін деп айтты. Сен менімен бірге сол жаққа барасың деді. Сөйтіп мен пайғамбарымызбен бірге Бақиқ деген мазаратқа бардық. Бақиқ деген, егер білсеңіздер, бұл қазіргі пайғамбарымыздың Мәдинадағы мешіттің жанындағы сахабалар, ізгілер жерленген бір мазарат. Сол жерге біз бардық. Барған кезде Алла елшісі орнынан тұрды дағыны: Ассаламу алейкум әхләл мақабир. Алланың сәлемі болсын сендерге, қабір иелері, деп сәлемін берді. Және ары қарай сөзін жалғастырып, адамдар бастан кешіп жатқан нәрселерден сендер аман болдыңдар. Қара түннің бөлшектеріндей фитна, яғни бүліктер бірінен кейін бірі келе жатыр. Соңғысы алдыңғысына ілеседі, ал кейінгісі бұрынғысынан да жаман болып жатыр деп пайғамбарымыз осындай сөз айтты. Сосын Алла елшісі айтады, Абу Муайхиб айтады, сосын пайғамбарымыз маған қарады да былай деді: расында маған мына дүниенің қазыналарының кілті және осы дүниеде мәңгі қалу және де Раббыммен жолығу мен жәннаттың арасына таңдау берілді деп айтты. Мына дүниенің қазыналарының кілті және осы дүниеде мәңгі қалу, екінші жағында Раббыммен жолығу және жәннат. Осы екеуінің арасына таңдау маған берілді дейді. Сонда Абу Муайхиб айтады: уа Алланың елшісі, әкем анам сенің жолында құрбан болсын, мына дүниедегі қазыналардың кілтімен осы дүниеде мәңгі қалуды және жәннатты таңдасаңызшы деп айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жоқ, ей Абу Муайхиба, Алла атымен ант етейін, мен Раббыммен жолығуды және жәннатты таңдадым деп айтты. Сол маған керегі. Сосын барып Бақиқта жатқан қабірстан иелеріне Алладан кешірім дұғасын жасады. Сосын ол жерден шығып кеттік.
Сол кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыздың ауруы басталып күшейе түскен еді. Сол аурудың себебімен Алла елшісі бұл дүниеден қош айтысып еді деді. Ары қарай Алла елшісінің ауруы асқанған кезде жай ғана басталған жоқ. Осыдан қайтып бара жатқан кезде пайғамбарымыздың басының ауруы да қоса күшейе үдейе түсті. Басының ауруы да күшейе түсті. Айша радиаллаху анха, Алла оған разы болсын, айтады, пайғамбарымыз Бақиқтан түнде келген кезде мен оны күтіп алдым. Сол кезде менің де басым ауырып жатыр еді. Басым ай, ауырып жатқаны ай деп Айша анамыз айтқан екен. Сонда пайғамбарымыз Айшаға қарап, о Айша, бәлкім Алланың атымен ант етейін, менің басым қатты, дәл қазір ауырып жатыр деп Айша анамызға пайғамбарымыз осылай сөз айтқан болатын. Сосын Алла елшісінің сол жерде бас ауруымен қоса қызу температурасы да осы жерде оған қосылды. Ауруына және температура беріліп ары қарай үдей түсті. Бұл кезде хижреттің 11-ші жылы Сафар айының соңғы күндері еді. Осы кезде Алла елшісіне үйінде бас ауырып қызу көтеріліп жатқан кезде жұбайы Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Құрандағы Ихлас, Фәлақ, Нәс сүрелерін оқып пайғамбарымызға дем салған болатын. Жеңілдету үшін, оның бойындағы ауруды азайту үшін. Имам Бұхари мен Имам Муслимнің риуаятында Уруа және Айша радиаллаху анха екеуінен бір хабар келеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жалпы өзі өмірінде денесінде қандай да бір жері ауырып қалатын болса, міндетті түрде Құран аяттарын, Алланың есімдерін атап, дем салып, сол жерді сипап, емдейтін өзінің іс-әрекеті болған жалпы. Міне осыны көрген Айша анамыз пайғамбарымыздың бойындағы ауырып жатқандығын жеңілдету үшін Алла елшісінің қолын көтеріп осылай жайып, Құрандағы Фәлақ, Нәс сүрелерін оқып, өзі үрлеп, пайғамбардың қолыменен көмектесіп, бүкіл Алла елшісінің денесін сипап шыққан екен. Мақсат не екен? Пайғамбардың бойындағы жаңағы ауырып жатқанды жеңілдету үшін. Бас ауырып жатыр, қызу көтеріліп жатыр. Осы кезде Алла елшісіне деген жұбайының жанашырлығы оның бойындағы жаңағы қиыншылықтар жеңілдетсе екен деп, пайғамбардың өзінің көрген, істеп жүрген ісін ол кісіге Құраннан оқып осылай дем салған болатын. Бұл міне Құранда толық келтірілген мағлұматтар. Біз Алла бұйырса болашақта келесі дәрісімізде бұлардың барлығын жеке-жеке тоқталып, ашықтап түсіндіріп өтетін боламыз. Бұл кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жұбайы Маймуна анамыздың үйінде жатқан еді. Төсек тартып ауырып жатқан кезде еді. Сонда бүкіл әйелдері түсінді, пайғамбарымыз Айша анамыздың үйіне барып, ары қарай ауырып жатқанда сол жерде жалғастырсам деп пайғамбарымыздың ойын түсініп, бүкіл әйелдері оған разылық беріп, Айша анамызға деген пайғамбарымыздың басқа әйелдерге қарағанда абзалдылық ерекшеліктерін білгендіктен бүкіл әйелдері разы болып, пайғамбарымызды Маймуна анамыздың үйінен Айша анамыздың үйіне алып баруға келісім береді. Сол кезде Фадл ибн Аббас және де Али ибн Аби Толиб, Алла ол екеуіне разы болсын, келіп, пайғамбарымыз ол екеуіне қолтықтап сүйеніп, Маймуна анамыздың үйінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ары қарай Айша анамыздың үйіне алып барып жатқызады. Өйткені Алла елшісі өте қатты қызу көтеріліп, ауырып жатқан кез еді. Ары қарай Айша анамыздың үйіне келгеннен кейін де Алла елшісінің ауруы тоқтаған жоқ, қайта уақыт сайын күшейе түсті. Міне осы кезде қаладағы бүкіл сахабалар көңілдері түсіп, қайғырып, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассаламның бойында бір жағдайдың болған екендігін түсінді. Алла елшісі қиналып жатыр екендігін олар да естіп, көңілдері түсіп кетті. Сол кезде Алла елшісі Айша анамыздың үйіне жатып, жанындағыларға былай деп айтқан болатын: маған мұздай су алып келіңдер ыдыстан. Сол ыдысты
алып келеді. Алып келгеннен кейін Айша анамыз айтады, пайғамбарымызды біз сол салқын судың үстіне, ыдыстың үстіне отырғызып, үстінен салқын суды құйдық. Өйткені пайғамбарымыз айтты, мені осылай жасаңдар, бәлкім бойымдағы қызуым сол іспенен жазылып, халықтың алдына шығып намаз оқуыма жеңілдік болатын шығар деп айтты. Сөйтіп жанындағы кісілер Айша анамыз осылай пайғамбарымыз айтқандай жасады. Сонда пайғамбарымыз қолымен ишара беріп, болды жеткілікті тоқтатыңдар деп өзінің разылығын білдірді. Сөйтіп Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздың бөлмесінен мешітке қарай шығып өтті дағыны, жамағатқа имамдық қылып намаз оқыды. Намаз біткеннен кейін жамағатқа қарап, жүзденіп, өзінің соңғы хұтбасын оқыды. Хұтба деген, яғни пайғамбарымыздың күнделікті өзінің жасайтын маңызды насихаттарын айтатын уақыт еді. Бұл кезде Алла елшісі басын матаменен, шүберекпенен қысып орап алған кез. Өйткені басының ауруы күшейіп жатқан уақыт. Пайғамбарымыз мінберге отырды. Мінберге отырғаннан кейін ең әуелгі сөзі Аллаға мақтау айтып, оны мадақтағаннан кейін әуелі Ухуд соғысында ғазауатта шахид болып кеткендерге кешірім дұғасын жасады. Сосын барып пайғамбарымыз былай деді: Абдун хайярахуллаху байна ан ю'тияху захратад дуния ва байна ма индаху. Пенде, құл таңдау ерке беріліп жатыр Алла тарапынан, мына дүниенің әшекей бұйымдары менен өзінің Раббысының құзырындағы екі дүниенің арасында құлға еркіндік беріліп жатыр деді. Фахтара ма инда, ал пенде болса Алланың құзырын таңдады деді. Фабака Абу Бакр радиаллаху анху. Міне осы сөз айтқан кезде Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху дереу көзіне ерік беріп жылады. Өйткені пайғамбарымыз бұны айтқан кезде не нәрсені мақсат еткендігін ол түсініп қойды. Сөйтіп Абу Бакр өзінің бар даусыменен фадайнака би абаина ва уммахатина, анамыз, әкеміз сенің жолында құрбан болсын, Алланың елшісі деді. Сонда пайғамбарымыз Абу Бакрге аля рислика я Абу Бакр, Абу Бакр, тыныштал, сабырға кел, басыл деп айтты. Уа адамдар, білесіңдер, маған мал жағынан да, адамдардың ішінде ең жақыны болған, сұхбат жағынан да, дос жағынан да Абу Бакр. Егерде мына дүниеде маған дос таңдау ерке берілгенде, мен міндетті түрде Абу Бакрды өзіме жолдас етер едім. Бірақ та исламдағы бауырмашылдығымыз осы жерде қалды деп айтты. Бүгіннен бастап мешітке кіретін есіктердің барлығы жабылсын, тек Абу Бакр Сыддық радиаллаху анхудың тарапынан кіретін есік қана ашық тұрсын деп айтты. Өйткені пайғамбарымыз мешітіне кіретін есіктердің саны өте көп болғанда, соның барлығын бүгіннен бастап толығымен жабыңдар. Тек Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху келетін есіктің ғана қалдырыңдар. Мен сендерден бұрын кетіп бара жатырмын, сендерді хауызымның алдында күтетін боламын. Дәл қазір маған хауыз көрініп отыр деді. Мен сендерге ертең куәлік етемін. Расында мен сендер үшін қорқамын. Менен кейін Аллаға ортақ қосып кетем екен деп қорқпаймын ол нәрсеге. Бірақ мен сендерден қорқамын. Мына дүниеде бір-бірлерімен таласып, бақталасқа түседі ғой деп, содан ойланып, сол жағынан мен сендер үшін қорқамын деп айтты пайғамбарымыз. Яғни жақын күндерде дүниеден өтетіндігіне пайғамбарымыз не беріп жатыр? Жасырын түрде сөздермен айтып жатыр. Бұны түсінген кім сонда ол жерде? Абу Бакр Сыддық қана. Міне осыдан кейін Алла елшісі тұрып, қайтадан қабырғаның арғы жағындағы Айша анамыздың арналған үйге келіп оралады. Сол жерде Алла елшісі қайтадан ары қарай ауруы үдей түседі. Алла елшісінің жағдайы ары қарай ауырлай бастайды.
Айша анамызды риуаят жеткізеді, сол кезде пайғамбар маған айтты дейді, ауырып жатқан сәтінде: ей Айша, маған Абу Бәкірді, әкеңді және өзіңнің бауырыңды шақыр, мен оларға бір өсиет жазайын. Өйткені мен қорқамын, менен кейін басқа біреулер даңдайсып тәкаппарланып өзін бұған лайықтымын деп айтуы мүмкін. Біліңдер, расында Алла елшісі және мүминдер Абу Бәкірді өте қатты жақсы таниды, оған разы болығы деп айтады. Тура осы риуаятта Абдулла ибн Аббас айтады, Алла оған разы болсын, Алла елшісінің ауруы асқынып үдей түскен кезде қасында бірнеше болған кісілерге айтты дейді, үйде отырған: маған бір қағаз алып келіңдер, мен бір өсиет жазайын, менен кейін адасып кетпеулерің үшін. Сонда кейбіреулер айтты дейді: расында Расулалла қазір қатты ауырып жатыр, оның ауырып жатқандығы соншалықты, ол өзінің не етіп жатқанын білмей жатыр. Бізге Құран жеткілікті емес пе? Біз үшін, адасып кетпесіміз үшін Құран жеткілікті ғой, одан артық нәрсенің не керегі бар деп сөйлеп жатты дейді. Екінші бір тарап айтып жатты дейді, оларға қарсы: жоқ, пайғамбар алып кел деген нәрсені алып келейік, оған жақындатайық, ұсынайық, бәлкім бір нәрсе жазар, сол жазған нәрсе арқылы біз өзімізді адасудан сақтап қалатын шығармыз деп айтты дейді. Міне осылайша екі тарап бір-бірімен даудаласып, дауыс көтеріп кеткен кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам орындарынан тұрып үйді босатыңдар деп айтты дейді. Қуму, тұрыңдар орындарынан, үйден шығыңдар деп айтты дейді. Бұл пайғамбарымыздың соңғы сәттері, ауырып жатқан, ауруының үдеп жатқан кезі. Міне осыдан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл ең соңғы оқыған имамдық жасаған намаз еді, халыққа шығып. Одан кейін үйге келіп ауруы күшейе бастаған кезде намазға, имамдыққа өтуге шамасы келмей қалды. Сөйтіп пайғамбарымыз айтты: Абу Бәкір радиаллаху анхуға айтыңдар, адамдарды күттірмесін, барып менің орныма имамдық жасап намаз өткізіп берсін деді. Міне бұны естіген қызы, пайғамбарымыздың жұбайы Айша анамыз, Алла оған разы болсын: Алланың елшісі, расында Абу Бәкір менің әкем өте жүрегі жұмсақ, мейірімді адам. Егер ол сіздің орныңызда тұрып адамға намаз оқитын болса, ол Құран оқыған кезде жылап қояды, дауысы жіңішке, оны арт жақтағы кісілер естімей қалады, басқа адам шықса қалай болады деп айтты. Сонда пайғамбарымыз: инна кунна сауахиби Юсуф, расында сендер Юсуф пайғамбардың жанында жүріп, оны азғырған әйелдердің сіңлісісіңдер сендер. Менің айтқанымды бұлжытпай орындаңдар, бұйрық беріңдер, Абу Бәкір барып жамағатқа, имамдыққа намаз оқып берсін деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол айтқан нәрсесінде бекем тұрып жатыр ғой. Сонда Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху пайғамбарымыздың бұл айтқаны бойынша жамағатқа, имамдыққа шығады. Міне осыдан кейін артынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да намазға шығады. Пайғамбарымыздың михрабы тұр, оның жанында Айша анамызға кіретін есік болған. Қазіргі жатқан рауда бар ғой, сол Айша анамыздың бөлмесі негізінде. Көздің қиығымен қарасаңыз, жанындағы нәрсе көрінеді. Міне сол жерден пайғамбарымыз шығып келе жатқандығын көрген Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху артқа қарай шегініп пайғамбарымыз орнына келіп тұрады деп ойлады да, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолымен нұсқап өз орнында тұр, сол жерде қал, намазын жалғастыра бер деген секілді сыңай танытады. Сөйтіп пайғамбарымыз келіп отырып, ол да Абу Бәкірге не істейді? Жамағат ретінде үйіт, ауырып жатқан халінде. Жамағат үйіп жатыр, және пайғамбарымыз Абу Бәкір Сыддыққа радиаллаху үйіп жатыр. Осыдан кейін пайғамбарымыз намаз біткеннен кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрып қайтадан өзінің бөлмесіне кіріп кетеді, үйіне. Міне бұл кез енді ең соңғы мәрте шығып оқыған намазы осы болды. Одан алдыңғысы ол ең соңғы имамдық жасаған намазы еді. Ал мына бір намазы Абу Бәкірге үйіп ең соңғы оқыған
сәті еді. Сонда адамдар қуанды. Пайғамбарымыз шығып намаз оқығандығын көргеннен кейін Алла елшісінің жағдайы жақсы болыпты ғой деп өз көзімен көрген сахабалар не істеді? Аз да болсын қуана бастады. Өйткені Алла елшісі шықты ғой өз аяғымен. Бірақ та Алла елшісінің бас ауруы ауырлай бастаған кез еді. Бірақ оны сырттағы кісілердің ешбірі, көпшілігі біле бермеді. Абдулла бин Масуд айтады, Алла оған разы болсын. Мен сол кезде пайғамбарымыздың үйіне кірдім. Кірсем Алла елшісінің ыстығы көтеріліп, бас ауырып жатыр екен. Қолымды соған тигізіп едім, ыстық сездім қолымдан. Сөйтіп айттым дейді, Алланың елшісі, сіз дәл қазір басыңыз ауырып, қызуыңыз көтеріп, қатты ауырып жатсыз ғой деп айтты дейді. Иә деп жауап берді дейді. Мен расында сендерден екі адамның ауырғанындай ауыруды мен дәл қазір бір өзім көріп отырмын деп айтты. Сонда Абдулла бин Масуд, олай болса сізге Алла екі сауапты нәсіп етеді ме деп айтты дейді. Пайғамбарымыз, иә, маған екі сауапты Алла нәсіп етеді деп айтты дейді. Сосын былай деп айтты, қандай да бір мұсылманға бір қиыншылық, бір ауру, ауыртпашылық келетін болса дейді, оған ол сабыр етіп шыдайтын болса, Аллах Тағала бұл дүниедегі оның күнәларының кешірілуіне себеп болады. Яғни кафарат болады деп айтты. Және де ағаштың үстіндегі жапырақтар қалай төгіліп жерге түскен секілді, адам да толық күнәдан тазарып арылады деп айтты. Бұл мұсылмандарға айтылған пайғамбарымыздың несі? Қолдау сөзі. Егер сіз ауырып, проблемаңыз шешілмей, асқынып жатқан болсаңыз, дұғамен емделіп, бұл істің разы болып тағдырыңызға, онда Аллах Тағала сіздің мына дүниедегі өткен күнәларыңыздың кешірілуіне тікелей сол нәрсе себеп болады екен. Бұл имам Бұхари, имам Муслим риуаятында келтірілген екен. Міне осы кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның үйіне кіретін, енді қазір заманда есік қой, енді бөлме мен бөлменің арасын ажыратып тұратын. Ол кезде қалың перде секілді нәрсе болған. Перде толығымен жабылған. Перде толығымен түсті. Алла елшісінің ауруды асқынып жатты. Сөйтіп Алла елшісі пердеден жай шетін ашып былай деп айтты: Алланың лағнеті болсын яхуди мен насранилерге, пайғамбарлардың қабірлерін өздерінің мешітте еретіп алған деп сөз айтты. Бұл мұсылмандарға бір ескерту ретінде айтқан пайғамбарымыздың соңғы сөздерінің бірі еді. Бұл сөзді Алла бұйырса біз болашақта келесі дәрістерде кеңінен түсіндіріп өтетін боламыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, білесіздер, соңғы сәтінде осылай ауырып, Алла Тағаланың берген үкімін күтіп отырды. Алла негізі Құран кәрімде Зумар сүресінде мынандай аяты бар: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннака майитун ва иннахум майитун. Ей Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, расында сен бұл дүниеден өтесің, олар да бұл дүниеден сөзсіз өтеді. Яғни өлімнің ақиқат екендігін Құранда Алла ашық көрсетіп отыр. Хижреттің 11-ші жылы Рабиул Ауал айының 12-ші күні дүйсенбі күннің таңы болды. Бұл күнде пайғамбарымыз дүниеге келген күн. Сәйкестікті қараңыз. Пайғамбарымыз 571 жылы Рабиул Ауал айының 12-ші жұлдызының таңында дүниеге келген. Білесіздер ғой? Ал пайғамбарымыздың дүниеден өтетін сәті де Хижреттің 11-ші жылы 632 есеппен 12-ші Рабиул Ауал айының таң сәтісі. Адамдардың барлығы мешітте Абу Бакр Сыддық радиаллаху анхуға үйіп намаз оқып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйі, Айша анамыздың бөлмесі беті толық пердемен жабылған. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам сол пердені жай ғана ашып,
бүкіл сахабилердің намаз оқып жатқан сәтіне куә болды. Барлығы бір сапта бір адамның артына үйіп, береке бірлікте тату тәтті осындай көркем намаз оқып жатқандығын көріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жымиды, разы болды. Яғни пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін осылайда менен кейін де өмір сүрудің, береке бірлікте намаз оқудың жолын пайғамбар көрсетті ғой. Соны сахабилері біргелікте істеп жатқан екендігін көріп, көңілі риза болды пайғамбарымыздың. Жымиды сөйтіп. Сосын барып, перденің ашылып, пайғамбарымыз сырттан көріп тұрғандығын Абу Бәкір Сыддық имамдықта тұрып сезді да. Және пайғамбарымыз келіп имамдыққа өзі шығады ма екен деп ойлап, не істеді? Артқа қарай жылжуға әрекет етіп еді. Бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ишарат беріп жалғастыр. Тәмәмда. Қалай оқып жатсың, дәл солай намазыңды өзің имамдықпен бітіре бергін деп Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам көрсетті. Одан кейін перде жабылды. Пайғамбарымыз ары қарай сол бөлмеде кіріп қалды. Адамдардың барлығы намаз біткеннен кейін тарап кетті. Ойлады, пайғамбарымыз ауруынан аздап болсын жазылған екен ғой. Пайғамбарымыздың беті бері қараған екен ғой, жақын күндерде өзі шығады екен ғой деп бүкіл халық ойлады, ешқандай уайымсыз намаз біткеннен кейін тарқап кетті. Бірақ та бұл Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассаламның өзінің сахабаларына соңғы мәрте қараған сәт еді. Перденің артынан соңғы кездесулері, соңғы қимастықпен қараған жүздесу еді. Алла елшісі келіп төсекте жатты. Айша анамыздың бөлмесінде. Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху да бұл жерде кері кеткен болатын. Айша анамыз айтады, Айша анамыздың санына пайғамбарымыз басын қойып жатқан болатын. Осы жерде пайғамбарымызға өмірдің соңғы сәттері пайда болды. Яғни өлім сәтінің алғашқы бастаулары міне осы жерде пайда бола бастады. Айша анамыз айтады, Алла елшісі менің алдымда басын қойып жатты. Жанымызда ыдыста су бар еді. Сол суға қолын қайта-қайта батырып, шекесіне, бетіне мұздай суды қойып, жаттадағыны былай деп айтып жатты. Ла илаха иллаллах, инна лил маути сакаратун. Алладан басқа ешқандай құдай жоқ, расында өлімнің ащы дәмі бар екен деп айтып жатты. Бұл пайғамбарымыз соңғы айтқан сөздері. Міне әкесінің осылай қатты қиналып жатқан екендігін көрген жанында отырған Фатима радиаллаху анха қызы әкесінің осындай жағдайда екендігін көріп, «Уә әкешім, сіздің мына ауру қатты қинады ғой» деп әкесіне мейірімі оянып кетті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызы Фатимаға «Лейса аля абики карбун ба'да хазал яум». Уа қызым, бүгіннен кейін әкеңнің бұлай қатты ауырып, қиналып жатқанын көрмейсің деп айтты. Бүгіннен кейін әкеңнің бұлай қатты қиналып, ауыр жағдайда бұдан кейін көрмейсің деп айтты. Имам Бұхари риуаятында. Айша анамыз айтады, Алла оған разы болсын, расында Алла тағала менің сілекейім мен Алла елшісінің сілекейін соңғы сәттерде бірге қосты деп айтты. Өйткені біздің үйімізге Абдурахман, менің бауырым кіріп келді. Оның қолында тіс тазалайтын мисуак бар еді.
Алла елшісі маған сүйенген халде отыр еді алдымда. Сөйтіп кіріп келген Абдурахманның қолындағы мисуакты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрді. Мен бірден білдім, пайғамбарымыз сол мисуакты алып тісін тазалағысы келіп жатқан екендігін сездім дағыны. Сізге сол мисуакты алып берейін бе деп айттым. Пайғамбарымыз я деп меңзеді. Алдымдағыны пайғамбарымызға бергенім сол екен, Алла елшісі оны аузына салып тісін тазалауға мүмкіншілігі болмады, өйткені ол қатты екен. Мен қайтадан алдымдағыны, Алла елшісі мынаны сізге жұмсартып, жібітіп берейін бе деп айттым дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам я әрине деп меңзеп рұқсатын берді. Мен сонда әлгі мисуакты аузыма салып, жібітіп, жұмсартып, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға бердім. Сол кездерде біздің жанымызда ыдыста су тұр еді. Сол ыдыстың ішіндегі суға пайғамбарымыз жаңағыдай қолын батырып, жүзін бетін салқындатып сүртіп жатты. Сол кезде былай деп сөйлеп жатты. Ла илаха иллаллах, инна лил маути сакаратун. Алладан басқа ешқандай құдай жоқ. Расында өлімнің бір ащы дәмі бар деп айтып жатты. ثم نصب يده فجعل يقول في رفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. Мен осыдан кейін осыны айтып жатқан кезде пайғамбарымыз қолын аспанға көтеріп фи рафиқил а'ла, мен Раббыма кеттім деп айтты. Осыдан кейін пайғамбарымыздың жаны алынды, пайғамбарымыздың қолы бірденен сылқытып жерге түсті. Біз білдік, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл уақытша фәни дүниеден мәңгі бақилық Раббысының құзырына көтеріліп кетті. Инташара хабар вафатихи саллаллаху алейхи вассалам финнаси. Мен осы кезде бүкіл адамдарға пайғамбарымыздың дүниеден өткендігі жайында хабар тарқады. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху өзінің көлігіне атына отырып қаланың сыртындағы өзінің отбасына кетіп қалған еді бұл кезде. Өйткені пайғамбарымыздың жаңа перденің артынан көріп, Алла елшісі жақсы болып қалыпты ғой деп ойлаған еді. Бірақ та бұл суық хабар пайғамбарымызға да, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуға да келіп жетті. Дереу атына мініп, сол қаланың сыртындағы үйінен шығып, лезде пайғамбарымыздың үйіне кіріп келді. Келгенде Айша анамыздың үйіне келді, ешкіммен сөйлескен де жоқ, ешкімге қараған да жоқ, тіке пайғамбарымызға кіріп келді. Кіріп келсе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстінде өзінің әдемі матасы жабулы тұр екен. Пайғамбарымыздың беті матамен толық жабулы тұр екен. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ матаны шетінен жай ғана ашып, пайғамбарымыздың мүбәрак жүзін көріп, көзіне жас алып, жылап, Алла елшісін сүйген екен. Сонда бір деректерде әкем, анам сенің жолыңда құрбан болсын ей Расулалла. Расында Алла саған екі өлімді бермейді. Расында бұл өлім саған жазылған, бұл келді. Саған жазылған өлім расында сізге келіпті ғой деп айтты дейді. Екінші бір деректерді айтады екен. Уа Расулалла, тірі күніңде қандай жылың жүзді, мүбарак, әдемі, әсем болған болса, дүниеден өткеннен кейін де сіздің сол әдемілігіңіз, көркемдігіңіз сол қалпында сақталыпты ғой деп те айтқан сөздері бар. Абу Бәкірдің ең соңы пайғамбарымызды көрген кезінде. Сосын Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху Айша анамыздың бөлмесінен сыртқа шығады. Сыртқа шықса, Омар радиаллаху анху адамдардың барлығын жанына жинап, Расулалла өлген жоқ, Расулалла қайтыс болған жоқ деп жар салып жатыр екен. Алайда ол Раббысына Муса алейхиссалам секілді кетті, ол өлген жоқ, ол қайтадан біздің арамызда қайта келеді,
Өйткені мына қаладағы 200 мұнафықтардан толық біз құтылмайынша Мұхаммед пайғамбар біздің арамыздан кетуі мүмкін емес деген сөздерді айтып жатты. Бүкіл халық Омардың жанында, Омарға қарап тұр. Сонда Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху Омарға қарап, аля рислика я Омар, ей Омар, тыныштал, сабыр ет, басыл деп айтады. Бірақ оны тыңдап жатқан Омар жоқ. Омар ара қарай сөзін жалғастырып, жаңағыдай пайғамбар өлген жоқ, ол қайта келеді. Егер кім Мұхаммедті өлді дейтін болса, мына менің қолымдағы таяқпенен оның мойнынан ұрамын деген секілді пайғамбардың мына дүниеден қош айтып кеткен екендігіне сенбестен, сенгісі келместен осындай бір сөздерді айтып жатты. Сонда Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху оның тынышталғандығына қарамастан адамдарға қарап былай деп айтты. Әмма ба'д, я юханнас, Аллаға мақтап айтты. Ва адамдар, من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Сендердің араларында кімде-кім Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға табынған болса, анығында біліңдер, Мұхаммед пайғамбар бұл дүниеден өтті. Ал егер де сендерде кімде-кім мәңгі бақилық тірі болған өлмейтін Аллаға құлшылық еткен болсаңдар, оған ғана табынған болсаңдар, Алла мәңгі тірі, ол өлмейді деп айтты. Сосын ары қарай Құран кәрімдегі Әл-Имран сүресіндегі мына бір керемет аятты оқыды. Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Ва ма Мухаммадун илля расул. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху бар жоқ, ол тек қана Алланың елшісі. Қад халат мин қаблихир русул афа имма тау қутила қалабтум аля ақабикум. Өйткені Мұхаммед пайғамбардан да бұрын пайғамбарлар бұл жер бетіне келіп кеткен. Пайғамбарда өледі, немесе өлтірілсе, сендер сол баяғы надандық дәуірге қайтадан өтіп кетесіңдер ме деген Құранның аятын оқыды. Яғни аяттың мағынасы өте анық болып тұр. Бұл пайғамбарымыздың бұл дүниеден кететін екендігіне анық ашық дәлел болып тұр. Міне осыны Абу Бәкір Сыдық өте дәл уақытында оқып, халықты тынышталдырды. Жамағат та оған құлақ тұрды. Сонда адамдардың барлығы бұл аят құдды бүгін түскендей күй кешті. Өйткені бұны осы уақытқа дейін оқып жүрген болса да, бұл аятқа мән бермеген болатын да. Ал бүгін бұл аят толық көрініс тапқан кезде, шын мәнінде сахабалар Абу Бәкірдің аузынан бұл аятты оқыған кезде, тыңдаған кезде тынышталды. Бұл нәрсеге Құран оқылғаннан кейін оған сабыр етті. Бірақ та Омар радиаллаху анху әлі де болса өзін баса алмай жатты. Міне осы аят оқылған кезде Омар да тынышталды. Өзі әлсіреп, қолындағы таяғы тастап, жерге тізерлеп отырып қалды. Өйткені бұл аятты мен қанша мәрте оқысам да, бүгін мен бұны Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анхудан тыңдаған кезімде расында мен білдім, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху анық бұл дүниеден қайтыс болған екен ғой деп, сол мезетте ғана барып мен сене бастадым деп айтады. Қараңыз. Сонда сахабилердің Құранды қандай құрметтеуі, пайғамбарға деген сағыныш, оған деген махаббат өте жоғарғы деңгейде болғандығын бір осы оқиғалардан біз көре аламыз. Бүкіл ғұламалар келіскен екен, анығында Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам 63 жыл өмір сүрген екендігіне. Оның 40 жылы пайғамбарлыққа дейін болған, ал 13 жылы сол Меккеде пайғамбарлықтан кейін болған, ал қалған 10 жылы Мәдинаға қоныс аударғаннан кейінгі соңғы өмірі Мәдина қаласында 10 жыл өмір сүрген болатын. Хижреттің 11 жылы Рабиул Ауал айының 12 жұлдызында таң сәресінде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам бұл жалғаннан мәңгі бақилық Раббысының құзырына аттанып кеткен болатын. Саллаллаху алейхи вассалам. Имам Бухаридің риуаятында Амр ибн Харс сахаби, Аллаһ разы болсын, былай дейді: "Ма тарака Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам динаран вала дирхаман вала абдан вала аматан." Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын,
мына дүниеде ешқандай бір алтын, ешқандай күміс, ешқандай бір қызметкер күң немесе құл артында қалған жоқ. Илля тек қана пайғамбарымыздың артында қалған дүние бағлатахул байда аллати кана яркабуха. Алла елшісінің артында қалған мүлік өзінің күнделікті мініп жүрген ақ қашыры, василах, азын аулақ қару жарағы, ардан жаалаха либнис сабили садақатан. Алла жолында садақа еткен бір ғана кішкентай жер ғана қалған болатын. Одан басқа ешқандай нәрсе Алла елшісінің соңында қалған емес. Бұл дүниенің қызығы, бұл дүниенің қазыналарының кілті пайғамбарымызға қанша ұсынса да, Алла елшісі оның барлығын тәрк етіп, Раббысының құзырын бұл дүниедегі қарапайымдылықты және өзінен кейінге келетін қияметке ілескен үмбетіне көркем түрде үлгі болуды пайғамбарымыз қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұлай кедейлікте өмір сүруі оның тағдырында кедейлікті жазуында емес, оны біз дұрыс түсінейік. Пайғамбарымызға айттық қой, қайта-қайта оқып жатырмыз. Дүниенің қазыналарын кілті ұсынған кезде де пайғамбарымыз одан не істеп отыр? Тәрк етіп отыр. Пайғамбарымыздың таңдауы не болып жатыр? Бұл осы қарапайымдылық болып жатыр. Тағдырға кедейлік жазылды деген дүние емес, ғалымдарымыз солай түсіндіреді. Пайғамбарымыздың таңдауы осы дүниеде қарапайымдылық болды. Міне осы қарапайымдылығымен бұл дүниеден өтті. Қияметке келетін үмбетіне осылай пайғамбарымыз көркем үлгі өнеге болды. Әрине ол кездегі сахабилерге де Алла елшісінен айырылу оңай соққан жоқ. Кейбіреулері мүлдем пайғамбарымыз бізді тастап кетеді деп ойламаған, қасында күнделікті көріп жүргеннен кейін онымен біз әрқашан бірге боламыз деп те ойлаған. Абу Бәкір радиаллаху анху секілді арасындағы ең пайғамбарымыз жақын болған сахабилер пайғамбарымыз айтып жатқан сөздерінен ақ бұл дүниеден жақын күндерде пайғамбарымыздың қош айтысатын екендігін сезіп көздеріне жас алған еді. Алла баршамызға разы болсын. Біз иншалла пайғамбарымыздың соңғы өмірінің сәтін оқыдық. Алла бұйырса келесі дәрісімізде осы пайғамбарымыз соңғы өмір сәтіндегі төсек тартып ауырып жатқаны және де Раббысының құзырына кетіп бара жатқан кездегі жағдайдан шығатын қорытындылар мен ғибраттарға, үкімдерге иншалла тоқталатын боламыз. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Я жаратқан иеміз Алла Тағала біздерге пайдалы білім бергейсін. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымызды арттырғайсың. Қияметте пайғамбарымыздың хауызынан су ішіп, пайғамбарымыздың шапағатына ие болатын, оған лайықты үмбет болатындардың қатарына қосқайсың. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху